7-8 балдық жер сілкінісінен кейін Түркия мен Сирияда жағдай мүшкіл. Дәл қазір ресми түрде Түркияда 24 мыңнан аса, ал Сирияда 1400-ден аса адам қайтыс болыпты. Тағы да айтам, бұл тек ресми соңғы айтылған хабарлар. Құтқарушылардың құтқаруға мүмкіндік болмай, тас астында қалған әлі қаншама адамдар бар. Бұл өте қайғылы жаңалықтар. Тіпті осы мәтіндерді жазар алдын қалай жеткізсем екен деп ұзақ ойландым. Себебі адамның өмірлері ахват, хайп дегендермен еш тең емес. Адамдар тоқтаусыз көз жұмып жатқан кезде көңілді тақырыптарды да қозғай алмадым. Түркия елінің президенті Режеп Тайып Ердоған қайғырып жүр. 6 ақпанда болған жер сілкінісі 1999 жылы болған жер сілкінісінен де 3 есе қатты, және де зардаптарды 3 есе астам деуде. Тарихқа қарасақ, 99 жылы Түркия жерінде болған жер сілкінісінен 18 мыңдай адам қайтыс болған екен. Ал енді одан да 3 есе қатты болды дегенді есту қазір өте ауыр. Арна футбол бағытында болған соң сіздерге футбол әлемі осы зардап шеккен адамдарға қалай көмек беріп жатқан туралы ақпарат бөлісейін. Сіздермен бірге Беклан. Желаяқтар арнасымен бірге болыңыздар. Түркияда барлық спорттық ойындар тоқтатылып тұр. Кестеге қарасам, ойындар наурыз айына ауысқан. Алайда бұл тағы да жылжуы мүмкін. Ағылшын премьер-лигасы Түркия мен Сирияға 1 миллион фунт беріп былай дейді. Түркия мен Сирияда болған қайғылы жайттар бізді қатты қынжылтады. Ойыншылар осы демалыста болатын ойындарға қара таңғыш тағып шығатын болады, деп айтады хабарламада. Түркия футбол федерациясы көмек ретінде 1 миллион евро ақша бөліпті. УЕФА болса 200 мың доллар. Аталантаның қорғаушысы Мерих Демирал болса, Роналду, Дибала, Бануччилардың жейделерін сатып, өз еліне көмек жіберіп жатыр. Осылайша ол 250 мың доллардай ақша жинап қойыпты. Ендігі кезекте Месси, Неймар, Мбаппе, Гризман және Маратаның жейделері бар екен. Хатай атты қалада жағдай тіпті нашар. Сол қалада орналасқан Хатай спорт клубының ойыншылары Бурак Оксюз, Бертук Йылдырым, Керим Алыджы, Экрем Экшиолу, Кристиан Атсу мен Осман Атеште тас астында қалған екен. Шүкір, барлығы құтқарылыпты. Сол клубтың бапкері Волкан Демирал жылап тұрып әлемге хабарлама жіберді. Мұнда барлығы қайғырып жатыр. Хатайда адамдар өлуде. Тезірек жедел жәрдемдер жіберіңдерші. Жағдай нашар. Адамдармен хабарласа алмай жатырмыз. Көмектесуге өзіміздің күштеріміз жетпей жатыр. Құдай үшін көмектесіңдерші деп қайғырды. Клуб болса осы маусымды аяқтамай ойындардан босатуын сұрауда. Португалдық Бенфика клубы Түркияға 1000 дана термо көрпе жіберіп жатыр екен. Реал Мадрид болса Түркияға 20 мыңда киім жіберіпті. Оның ішінде ең ұзын және қысқа жейделер, шалбар, пальто, жемпір, спорттық киімдер, спорттық күрткелер мен шұлықтар. Месут Өзілде Истанбул Башакшехир құрамында әріптестермен бірге көмек заттарын жинауда. Фатих Карагümrük клубына бапкерлік етіп жатқан Пирло да шетте қалмай қолынан келгенін барлығын жасап қайғыдан өтеміз деп ниеттенуде. Галатасарай клубы да керек заттарды зардап шеккен адамдарға тез жөнелтуді қолға алды. Ал ойыншылары Мертенс, Айхан, Йылмаз болса қол үшін созудан бас тартқан жоқ. Ал Yeni Malatyaspor клубының қақпашысы Ахмет Eyüp Türk Aslan көз жұмды. Қасында әйел де болған екен. Қуанышқа орай әйелін құтқарушылар құтқарыпты. Роналду 8 миллион, Месси 3,5 миллион евроны көмек ретінде берді деген ақпараттар тарап жатыр. Алайда олар анық емес. Бірақ көп баспалар осыны растап шығарып жатқандарына таң қалып жатырмын. Ресми басылымдар шығармай жатып Тенгри News, Адырна порталдары қалай шығарады? Басында осы жаңалықтарды естіп қуанып едім. Алайда іздеп зерттеп қарасам, ешбір шындыққа жанасатын ақпаратты таппадым. Әрине алда уақытта жәрдемін беріп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ мен сіздерге тек таза және ашық ақпараттармен ғана бөлісемін. Құдай қаласа жағдайдың барлығы жақсы болып кетеді деген ниеттеміз. Дұғада болайық ағайын бауырлар, амандықта жолыққанша сау саламат.